Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен осындай восточный пирог әзірлейміз. Жұмсақ, өте дәмді болады, әрі дайындалуы өте тез. Алдымен қамырынан бастаймыз. Қамырына бір жұмыртқаны, қантты және де сары майды салып, вилкамен, венчикпен болмаса осылай қолмен езіп аламыз. Оның ішіне мен разрыхлителімді қосып араластырып қойдым. Онымыз аз-аздан салып, жұмсақ қамыр илейміз осылай. Қамырды пищевой пленкамен орап, холодильникке орехіңізді турап алғанша салып қойсаңыз болады. Осылай форманы алып, оны сары маймен майлап, оның үстіне қамырды осылай жайғастырамыз. Осылай болып шықты. Енді оны вилкамен тесіп шығамыз қамырымызды. Енді оған сухофруктыларымызды орналастырамыз. Мен барлығын міне кесіп дайындап алғанмын. Міне осылай жан-жағына барлығына жетіп тұратындай қылдырып, жан-жаққа өстіп реттестіріп саласыздар. Жасалу өте оп-оңай. Енді курагамызды саламыз. Қалауларыңызша қоссаңыздар болады. Міне осылай болып шығады. Енді оған сгущенкамызды құямыз. Және лопатканың көмегімен түзеп, жетпеген жерлеріне осылай жеткізіп жағып қоясыздар. Міне осындай әп-әдемі болып шығады. 180 градуста 25-30 минуттай піседі, алдын ала қыздырылған пеште. Міне осындай жұмсақ шаймен ішкенге өте дәмді болады. Міндетті түрде әзірлеп көріңіздер. Жасалу жолы өте оп-оңай, ас болсын.